Алдыңғы Алматпен болған отношениеде де айттым ғой, ол кісі батыстың жігіті болды. Менің ер азаматым дөрекі сөйлесе, мысалы мен басыла қоям деген сияқты. Бірақ мен оны теория жүзінде ойладым да, вот практика жүзінде көрдім. Бұл кісіден де байқадым да сол нәрсені кішкене былай сөйлеген сөзінен. Мысалы, қандай болды? Тон басымырақ та бәрібір де андай. Қалай сөйледі? Сондай моменттер болды да. Қалай сөйледім айтып берші, именно не деп? Жоқ, сондай моменттер болды да, поэтому андай. Может, мен андай смысл айтқан шығармын, четко и ясно, да, чтобы саған түсінікті болу үшін андай. Жоқ, енді андай әңгімені айтасың ғой, мысалы, через Египет әкелмейін деген мағынада айту мүмкін да. Прямо и все, да, вот тік и все. Жоқ, сол сәттерде кішкене ойланып қалдым да. Жоқ, негізі бәрі жақсы, жаман демеймін. Андай, бұл жігітпен менде болашақ бар ма, жоқ па деген сияқты кішкене сондай ой туындап қалды. Және де бұл кісі ет жемейді екен мүлдем. Мүлдем ет жемейді екен. Иә, тамақ талғайды екен. Жоқ, ет жеймін, бірақ жылқының етін ғана жеймін, анда-санда. Жылқының етін ғана? Неге етесіз? Өйткені кішкентай кезімде сәл ауырып қалған бар. Шындыңыз ба? Содан кейін сиырды жемейсіз бе? Негізі бұрын жейтін андай. Ассалаумағалейкум бауырым, қош келдің. Негізі Жансая, мен саған айтқым келеді да, мынау батыстың жігіті, мынау Шымкенттің жігіті, мынау ана жақтікі, мынау орталықтікі білген дұрыс емес. Әр жақтікі әртүрлі да. Енді Алматы батыстікі болды, иә, олар тіке айтады. Мына жігітте қай жақтікісің сен, брат? Шымкенттен, тем более ғой, екеуі мінез екі түрлі нәрсе ғой. Қандай ұқсастық байқадың сен оған? Таразда да 5 жыл жүрдім ғой мен, может Тараз бәрі араласып, может Таразский характер тоже. Осындай болып шыққан шығармын дейсіз ғой.